Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым. Арқалық қаласында облыстық нөмір 2 әмбебап ғылыми кітапханасының ақпараттық библиографиялық қамтамасыз ету бөлімі Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, күйші, сазгер, өнер зерттеушісі Мақанов Қайыржан Байпақұлының туғанына 85 жыл толуына орай сырлы сөзбен өлең өрген атты библиографиялық жаднаманы сіздердің назарларыңызға ұсынады. Қайыржан Байпақұлы Мақанов 1940 жылы қазанның 20-сында Қостанай облысы Амангелді кентінде дүниеге келген. Ол Амангелді орта мектебін бітіргеннен кейін Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына оқуға түсіп, оны ойдағыдай аяқтаған соң елге оралып, 1961-1963 жылдары Амангелді орта мектебінде ән күй пәнінің мұғалімі, Амангелді аудандық мәдениет үйінің директоры қызметтерін атқарады. 1963 жылы Целиноград қаласында өткен тың өлкелік жастар фестивалінде Қайыржан Мақановтың жетекшілігімен өнер көрсеткен Амангелді аудандық мәдениет үйінің халық аспаптар оркестрі жүлделі 2-ші орынға ие болып, лауреат атанды. Содан кейін Алматы консерваториясының халық аспаптар оркестріне домбырашы қызметіне қабылданады. Кейін Қазақ радиосына музыка редакторы болып орналасады. 1969 жылы Талдықорған облыстық филармониясының көркемдік жетекшісі қызметіне жіберіледі. 1970 жылдың қараша айында жаңадан ашылған Торғай облысына келіп, облыстық филармонияның көркемдік жетекшісі болып тағайындалады. 1974 жылы Өзбекәлі Жәнібековтің тікелей қолдауымен ұйымдастырылған тұңғыш қазақ фольклорлық шертер ансамблінің алғашқы жетекшілерінің бірі болды. 1985-94 жылдары Торғай облыстық филармониясының Арқалық музыка училищесінің директоры, Арқалық педагогика институтының музыка кафедрасының меңгерушісі қызметтерінде болды. 1994-2006 жылдары Ақмола музыкалық драма театрының бас дирижері, Астана қаласы мемлекеттік филармониясының орындаушы директоры, концерт бөлімінің меңгерушісі, Қазақ ұлттық музыка академиясында ұстаздық қызметтер атқарды. Оның туған жеріне арнаған Алтын бесік, туған жерім сағыныш әндері, Амангелді сарбаздары деп аталатын күй поэмасы, сондай-ақ әртүрлі тақырыптағы жоғалтпа жастығыңды, Астана бақыт мекені, дәм тұз бұйырса сияқты лирикалық әндері көпшілікке кеңінен танымал. Оның өнер зерттеушісі ретінде жазған ғылыми жұмыстары 8 сері, Бөгенбай Батыр, Александр Затаевич, Назипа Құлжанова, Әбілахат Еспаев, тағы басқа қайраткерлер туралы тың деректі зерттеу еңбектері республикалық мерзімді баспа беттерінде қазақ және орыс тілдерінде жарық көрді. Өнерге адалдықпен қызмет еткен Қайыржан Байпақұлы ел жадында сазды күйлерімен, сырлы әндерімен, салмақты ой толғамдарымен, парасатты тұлғасымен сақталады. Оның қолтаңбасындай болып қалған күйлері мен зерттеулері ұрпаққа сарқылмас қазына, рухани мұра. Бұл жаднама арқылы біз аяулы ағамыздың өмір жолына тағзым етіп, шығармашылық өрісін ел үшін сіңірген еңбегін еске аламыз. Жинақта жарияланған материалдар кітапхана қорынан алынған. Құрметті оқырман қауым, Мақанов Қайыржан Байпақұлы жайлы жаднамамен толық танысып, өздеріңізге қажетті мәліметтерді біздің бөлімнен келіп ала аласыздар. Назарларыңызға рахмет.